Біз бүгін аннуитеттік төлем арқылы несие есептеуді қарастырамыз. Ең алдымен қарыз мөлшерін миллион теңге деп алайық. Жылдық пайыздық көрсеткіш 21%. Несие мерзіміміз 1 жыл. Демек 12 ай. Қарыз мөлшерін теңгеге ауыстырайық. Сонда ай сайынғы төлем мөлшерін f(x) арқылы категория финансовтың ішінде PLT функциясын таңдаймыз. Ставканың орнына жылдық пайыздық көрсеткішті 12 бөлеміз. Кпердің орнына 12 ай. PS біздің қарыз мөлшеріміз. BS 0, тип 0. Сонда бізде 93.113 теңге шығады. Жалпы төлем мөлшері. Осы ай сайынғы төлем мөлшерін несие мерзіміне көбейтеміз. Үстемақы жалпы төлем мөлшерін қарыз мөлшеріне қосамыз. Несие төлеу f(x) финансовый категориясынан осы PLT функциясын таңдаймыз. Ставканың орнына 21%, 12 бөлеміз. Период бірінші кезең. Кпердің орнына 12 ай. PS-дің орнына біздің қарыз мөлшеріміз. Бәрін санамау, әрқайсысын санамау үшін закрепить етейік. Олардың жан-жақтарына долларды қосайық. Периодқа жеткенбіз, потому что период қайталан әртүрлі болып келеді. Бекіту арқылы келесі кезең төлемдерін табамыз. Айға созамыз. Бәрі шықты. Енді пайыздық төлем тоже финансовый категориясынан, бірақ PLT категория функциясын таңдаймыз. Ставканың орнына қайтан 21%, оны 12 бөлеміз. Периодтың орнына бірінші кезеңімізді аламыз. Кпердің орнына 12 ай. PS-дің орнынан біздің қарыз мөлшеріміз 0. Сонда ставка бізде закрепить етейік оны. Периодқа тескейміз. Сонда біздің пайыздық төлеміміз шығады. Оны 12 айға созайық. Жалпы төлемді пайыздық төлеммен несие төлеудің бірінші кезеңдегі төлемді қосамыз. Оны 12 айға ұзартамыз. Бізде жалпы төлем бірдей болады. Қарыз қалдығын табу үшін осы қарыз мөлшерін қосамыз. Бірінші кезеңдегі төлемді. Онда 924.386 теңге шығады. Осының бәрін теңгеге ауыстырамыз. Енді әрқайсысын санамау үшін қарыз мөлшерін аламыз да қосамыз. Сум ақшаны ашып бірінші кезеңдегі мен екінші кезеңді таңдаймыз. Жан-жақтарына долларды қосамыз және өшіреді. Бұл 18-ге түсіреміз, себебі ол бізде өзгереді. Және де оны 12 айға созамыз. Бәрін теңгеге ауыстырамыз. Осы несие төлеудің суммасын табу үшін оң жақтағы осы белгіні таңдаймыз. Онда бізде миллион теңге шығады. Пайыздық төлемді табу үшін тоже соған басып